Қайырлы кеш қазақ елі. Мен дәл қазір Думан Мұхаммедкәрімнің әкесі Алмас Тілепов ағамызбен жолығуға бара жатырмын. Өйткені бүгін белгілі құқық қорғаушы заңгер Маржан Аспандиярова, қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбай және Думанның әкесі Алмас Тілепов үшеуі Америка құрама штаттарының Қазақстандағы елшілігінің өкілдерімен кездескен. Ол жерде елдегі саяси оқиға, саяси тұтқындардың мәселесі талқыланған. Бұл кездесуге Әйгерім Тілеужанның анасы Шекерхан анамыз қатысуға тиіс болған, бірақ ол кісі үлгермей қалыпты. Енді қазіргі менің мақсатым Думанның әкесінің аузынан осы жиын қалай өтті, не айтылды, олардың тарапынан қандай уәделер берілді, немесе пікірлер айтылды, сіздер не айттыңыздар деген. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынбақпын. Өйткені күні ертең Думан Мұхаммедкәрімнің соты өтеді Қонаев қаласында, бірақ жабық түрде өтеді әдеттегідей. Сол соттың алдында осы кездесу туралы сіздерге мағлұмат бермекпін. Алмас аға, Думанның қамауда отқанын баршамыз білеміз, және осы уақытта ол қазір Қонаев қаласында. Енді бұрынғыға қарағанда үйге жақындады. Бүгін бардыңыздар ма? Сол туралы айтып беріңізші. Кешеде барған мен. Думанға барып жолықтым. Бүгін енді шешесін алып бардым. Соны бекер апарған екен деп артынан өзім өкініп қалдым да. Өйткені Думанның күйі күннен күнге түсіп барады. Ол тамақ ішіп жатса да тамағын толық тауысып іше алмайды екен, аздап. Енді ана аурулары нетпейді. Оның үстіне бұл қайта алдың күні 2 рет шақыртыпты. Бүгін 1 рет скорый шақыртып жатыр да. Скорыйлар келіп, оны больницаға жатқызу керек деп. ИВС-тің полиция бөлімінің бастығына айтып, қағаз жазып беріп кеткен екен. Соны мен Алматы облысының прокурорына барып жолықтым. Тағы да енді жатқызбайсыңдар мен, жоқ өлгенін күтіп жүрсіңдер ма дегенде. Содан олар жоқ, жатқызамыз енді, бүйтеміз дейді. Оның үстінде ғалым мырза Дуйске де хат жазған, Минздравқа да хат жазған, олардан ответ келді. Баяғы емдетуге алу керек, оны жатқызу керек деген отношение жіберген. Ал енді қарап отырсақ, оның бәрін Алматы облысының полиция департаментіне жіберген екен. Бірақ ол полиция департаментіне де ғалымның адвокатының айтысы бойынша полиция департаментіне қарағанмен де бәрібір ол Дуйстың қарамағында болу керек. Өйткені оның соты өтіп жатуына байланысты оны Талдықорғаннан Қапшағайға әкелді. Бұл екі артаның несін ажыратпай баяғы олар біресе анда сілтеп, біресе мында сілтеп, сен салар да мен салар деп жүргенде осы ұлымды өлтіріп тастаймын деп қорқамын мен бұлардан. Бұлардың ойы түбі соған саяды. Өйткені Думанның жағдайы күннен күнге нашарлап, бүгін шешесіне өзі әрең жүріп шықты, келді. Оның белде кеткен, мына аяқтың бәрі сырқырап, бел кеткеннен кейін аяқтың бәрі жүруден қалады ғой. Адамды бел ғой ұстап тұратын. Сол аяқтарының бәрін етті. Соған шешесінің көңіл күйі түсіп енді. Бүгін үйде қалды. Жатыр соныменен. О кісі де. Алмас аға, мен бүгін естігенде жаңа сіздер қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбай ағамыз бар, заңгер қорғаушы Маржан Аспандиярова, және сіз бүгін Америка құрама штаттарының елшілігінің өкілдерімен кездесіптер. Кіммен кездестіңіздер, қандай әңгіме болды, сол туралы айтып беріңізші. Көрермендер бәрі күтіп отыр. Абзал, оның рас. Әлгі Думанға барып келгеннен кейін сағат 3-ке кездесу тағайындалған болатын. Мұның өзін ұйымдастырып жүрген сол Маржан Аспандиярова, о кісіге 1000 алғыс. Осы Думан үшін деп, Думанға бір көмегіміз тиеме деп, мына жағдайын көргеннен кейін бұлардың бәрі қоғам белсенділері, өзіміздің осы алматылық белсенділер, жан-жақтағы бүткіл Қазақстанның белсенділерінің бәрі өзің білетіндей, өзің де барсың, ішінде осы әлеуметтік желіні әлі шулатып жатыр ғой. Енді соған байланысты ол кісі өзі ұсыныс тастаған екен ақш елшілігіне. Олар қабыл алып, содан бүгін бізде сағат 3 мезгілінде
қабылдады. Ғалым Нұрпейісов бар, Думанның адвокаты. Мен бар, Рысбек Сәрсенбайұлы, Маржан Аспандиярова. О төртеуміз бардық. Негізі Әйгерімнің мамасы да келу керек еді. Ол кісі Жауғаштыға Әйгеріммен кездесуге кепті де кешігіп қалды. Сол жете алмай қалды ғой деймін ол кісі. Бірақ біз сонда Думан менен Әйгерімнің мәселесін көтеріп айтты. Көбінесе сол мәселелер. Әйгерімнің тісі туралы, денсаулығы туралы, Думанның денсаулығы туралы, Қазақстандағы саяси қуғын сүргінді, мына саяси белсенділерді қудалап жатқаны, митинг деген жай ғана былай бетін сылап сипақ қойған, оның бәрінен әкімдіктен, прокуратурадан кісілерге, полицейлерге есіктің алдында аңдып тұрып ешкімді шығармайтынын, осындай сөз бостандығына келгенде Әйгерімде, Думанда беттеріне тіке айтып, барым бар, жоғын жоқ деп айтқан үшін сотталып отырғандарын, мына 7 томдық жинаған нелерінің бәрі жалған екен. Адвокат Ғалым Нұрпейісовтың айтқан уәждері, мысалы, ол кісілерге қызық болып естілді. Өйткені Думанның YouTube арнасында данатын салдырып ақша жинатты ғой. Ол ақшаны экстремистік ұйымды қаржыландыруға емес, өзінің адвокаттарының ақша төлеу үшін процесінде деп жинатқан болатын. Біздің мына шолақ белсенділер оның бәрін теріс айландырып, заңсыз. Соған өкілі бір түрлі таң қалды. Бұл қалай ол? Сонда француздардың адвокатына сонда экстремистік ұйымды қаржыландырып деген ақшаны төлей ме? Ал Әблязовшы дейді. Жоқ, Әблязовты экстремист деп таныған жоқ қой. Сонда ол қалай? Ол жоқ партия, көше партиясы да, қтт партиясы да. Мысалы, соларды қаржыландырмыз деп ақша жинаса жарайды. Мынау енді бір түрлі қызық нәрсе екен бұлар. Біз назарымызға алып бұларды назарда ұстаймыз деді. Содан кейін жақында ғана келіп кеткен, атын ұмытып қалдым, бізді қабылдаған Сэм Фонтелла деген азамат қабылдады бізді. Ол кісі саяси және экономика бөлімінің несі екен? Меңгерушісі болып келем екен енді. Бізде бәрі меңгеруші болып тіштірейіп тұрады ғой, ең аяғы соттың ішіне барсаң әгі, сотты қорғап есігінің алдында жүретіндердің өздері, үйтпе деп тұрады ғой. Бұлар қарапайым екен. Орындарынан тұрып көп амандасып, қазақша амандасып, сондай сөздерді айтты. Сонда олар біздің айтып отырған әңгімеміз олардың миына жетті ме екен, жетпеді ме екен, өйткені оларда ондай жағдай жоқ қой. Мысалы, саяси тұрғылға белсенділерді қудалау деген, қолыңа жалау алып шықсаң, сенің бұның митингі деген нәрсе. Оларда жоқ, ол түсінбейді. Қайта қасында отырған әлгі аудармашының сұрақ қояды да, осындай бар ма деп. Содан кейін енді анау айтады, міне айтып отыр ғой енді. Осы кісілер оның бәрінде. Содан кейін Әйгерімнің еміне байланысты, Әйгерімнің де журналист екен. Содан кейін бесеуге жазылған хат туралы, сондай қоғамдағы дүрбелең туғызып жатқан саяси белсенділікке қарсы, мына саясатқа қарсы араласам деген, саясатқа болғанда мысалы мұның бәрін әкеп өздері саясатқа тірек қойды. Мысалы мына өзіміздің күнделікті тұтынып жүрген товарлардың бағасы, электр энергиясы бәрі қымбат. Осының бәрі айланып келгенде өкіметке кеп, жоғарыға кеп айтайын десең, мұның бәрін саясатқа айландырып жібереді. Өздері саясатқа айландырып жіберді, өздері енді соны нетіп отыр. Сол енді соның, бірақ ол өзіміздегі жағдай туралы емес, саясат туралы ғана сөйлестік. Сол саяси қуғын сүргінге ұшыраған адамдар туралы. Біздің Қазақстанда мысалы Тоқаев келгеннен бері, өкімет басына келгеннен бері 28-ден артық саяси тұтқын бар екен бізде. Оның бәрін экстремист деп соттап жатыр екен.
көбі экстремистік баппенен. Сонда бізге бұл Тоқаевтың қолына экстремистік бап, 405-ші бап, бұның қолына бір қамшы сияқты болып қолдарына сөйтіп ұстап отыр. Оның үстіне Думанның мәселесіне келгенде, Думанның мәселесіне сол жалған жалаларын бәрін айттық. Содан кейін Думанның өзімен кездескенде Думан әлі өзіне тағылған айыптарменен 7 томмен таныспағанын айттым мен оларға. Сонда олар сұрайды, қалай таныспады? Оны айыптап отырса, ол әлі ісімен таныспаса. Бетті қойды, онда олар біздің енді биліктіке нете алмайды ғой. Бірақ бір жағынан оның таңғалып отырғанын байқалады да, мына жүйе сонда қандай жүйе екен ажырата алмай отыр да, оларда енді демократия деген біздің түсімізге кірмейтін неге жеткен ғой. Сондай жағдайларды айттық. Сол баса назар салып айтқаны сол Әйгерім менен Думанның мәселесі болды. Содан кейін ол кісілерден баяғы сотқа қатысу туралы нәрселерді қозғады. Бірақ Думанның сот жабық өтіп жатқанын айттым. Содан кейін ол кісі айтты, сонда оны неменеде? Неге жабық өтті? Жабық өткенде ол енді қыз зорлаған жоқ, пошта тонаған жоқ, өкіметке қастандық жасаған жоқ. Бірақ соты жабық. Сондай нәрсе дедік. Содан кейін қойды. Ол мемлекеттік құпияны білмейді мысалы. Мемлекеттік құпияны білетін Трамптың өзін ашық соттап жатыр. Америка, міне демократ. Содан кейін мен сөзімде енді ашынып кеттім де, айттым, демократ қып өзінің Тоқаев көрсеткісі келеді. Бірақ ол шетелге барып, басқадай сайрайды. Бізге стоп отырғаны мынау. Ол популист. Оның бетін, маскасын шешу керек. Сіздер сол үшін көмектесіңіздер бізге. Содан кейін шетелдік журналистерменен сұхбат өткізу, олармен араласу, жайын талқыладық. Енді сондай нәрселерге олар өздерінің мүмкіндігінше қолымыз созамыз деді. Енді Маржан Аспандиярова оның бәріменен сөйлесіп, сол кісі реттеп жүр. Ол кісіге мыңда бір рахмет. Енді өзіңе де мың рахмет. Мына тыңдармандарымызға бәріне де осы Думанды қолдап нетіп жүрген көрермендердің бәріне де рахмет. Енді осыны сені шұғыл түрде шақырып алып неткен осы біздің мына өзіміздің тыңдап жүрген сенің аудиторияңа қазір өзі сенікі 80 мыңнан асып, өзі көрерменнің саны 100 мыңнан да асып кеткен шығар. Енді Алла қаласа өсе берсін. Енді бірақ нетіп тастап жүрмесе, аяқ астынан бұлар сөз бостандығын тиіп тастап жүрмесе. Міне ардақты ағайын, мен Думан Мұхаммедкәрімнің әкесі Алмас ағамыздың сөзін қаз-қалпылтан жанардарыңызға ұсындым. Америка Құрама Штаттарының елшілігімен қандай әңгіме болды кездескен кезде барлықтарын айтып берді. Думан Мұхаммедкәрім қазіргі Тоқаев билігінің саяси тұтқыны. Назарбаевтың кезінде де саяси тұтқындар болған, қос биліктің кезінде де болған. Енді қазіргі уақытта да Әйгерім Тілеужан, Марат Жыланбаев, Думан Мұхаммедкәрім шындықты айтқан үшін, қазақтың қамын жеп, елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған үшін жазықты болып отыр. Сол себепті Думан Мұхаммедкәрімнің бостандығын баршаңыз талап етуіміз керек. Мынау Қонаев қаласындағы сотқа келіп жүрген адамдар бар. Ол саны саусақпен санайтындай белсенділер. Бірақ Думанды қолдайтын адамдар өте көп. Оны біз пікір жазған кезде көріп отырамыз. Енді нақты қолдап Думанның бостандығын ел болып талап ету керек. Думанның жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр, әлсіреп бара жатыр. Думанның экстремист емес екендігін, оның қылмыскер емес екендігін баршаңыз білесіздер. Сондықтан билік мынау біздің әрбір эфирімізді қарап отырады. Бұған халық қалай қарайды екен, пікірлері қалай екен деп. Сондықтан сіздер ерінбей өздеріңіздің пікірлерін жазыңыздар. Қазақстанның түкпір-түкпірінде отырсаңыздар да Думан туралы не ойлайсыз? Ашық жазыңыздар. Билік оны міндетті түрде қарайды, міндетті түрде санасады. Егер комментарий аз болатын болса, пікір аз болатын болса, бұл Думан да басқалар да халыққа керек емес, бұл халық ұйқыда жатқан халық деп бейғам қарайды, халықты көзіне ілмейді. Егер халық белсенділік танытатын болса, кез келген билік, кез келген кеудесін ұрған менменсіген диктаторлардың өздері халықпен санасуға мәжбүр болады. Менің айтайын дегенім осы, пікір жазыңыздар, таратыңыздар. Еліміздің түкпір-түкпірінде ауыл-ауылда отырып та сіздер
осы эфирді тарату арқылы шындықтың көпке жетуіне үлес қоса аласыздар. Назарларыңызда болған Думанның әкесі Алмас Тілепов ағамыз және Абзал Достияр. Келесіде жүздескенше.